Баршаңызға сәлем, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен осындай дәмді, жылдам жасалатын кешкі асты дайындайтын боламыз. Алдымен арнама жазылып, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыз, сонда жаңа видео шыққандығын білетін боласыз. Алдымен құрамына қосылатын барлық заттар дайындап аламыз. 40 қабатты болгар бұрышын пияз бен сарымсақты ұсақтап тураймыз. Және оған үккіштен өткізілген сәбіз бен картопты қосамыз. Содан соң үстіне фаршты, 2 жұмыртқаны және 100 грамм кептірілген нанның ұнтағын салып, жақсылап қолмен араластырамыз. Және дәміне қарай тұз бен бұрышты қосамыз. Тағы да қолымызбен араластырамыз. Барлығын жақсылап араластырып алғаннан кейін табақтың бетіне пергамент қағазын төсеп, жақсылап майлаймыз. Майы аз болмауы қажет. Май аз болған жағдайда запеканка жабысып қалуы мүмкін. Енді табақтың бетіне фаршты біркелкі етіп жайып шығамыз. Шеттері жұқа болмауы қажет, күйіп кетуі мүмкін. Әдемілік үшін бетіне қызанақтарды орналастырдым. 200 градус температурада 30 минутқа пісіреміз. 30 минуттан кейін бетіне ірімшік немесе соус жақсаңыз болады. Соус жасау үшін біраз қасық ұнды табада сәл қуырып, үстіне 50 грамм сары май, 250 грамм ыстық сүтті құйып, жақсылап араластырамыз. Түйнек қалмауы керек. Астын өшіріп, бетіне ас-көк салып араластырып, запеканканың бетіне жағамыз. Осыдан кейін 15 минутқа тағы да пеште қалдырамыз. Міне осымен біздің кешкі асқа дайындаған запеканкамыз дайын, өте дәмді әрі оңай жасалынады. Және балаларға да өте ұнайды. Достар, егер сіздерге рецепт ұнаған болса, лайк басып комментарий қалдырыңыздар. Бұл мен үшін алтыннан да қымбат үлкен алғыс деп білемін.